Саламатсыз ба, Ұлпан апа? Ұлпан апа, мен сізді ерте оқиды деп естідім. Маған да оқып бересіз бе? Әрине, күшігім. Мен саған әрдайым ертек айтып беруге дайынмын. Бүгін Ділдә Матайқызы Тасмағамбет келіннің «Ұрпағым саған айтам» атты керемет кітабының ішіндегі «Қарағұс», «Тасбақа» және «Диқаншы» атты ертегін айтып берейін. Тыңдауға дайынсыңдар ма? Я! Ал сен не кішкентай торай көңілсіз отырсың? Ұлпан апа, мен түні бойы телефон қарадым. Қатты ұйқым келіп тұр. Бірақ сіздің ертегіңізді де тыңдағым келіп тұр. Өте тамаша, олай болса ертегімізді бастайық. 3 ғасыр өмір сүрген қарт Тасбақа бір күні інінен шығып, тырбаңдап, күннің қызуына арқасын қыздырайын деп ұзақ отырады. Оның қарны ашып кетеді де, аузына бір тал көк шөпті іліп алып, енді жеуге жинақталғанда, ылғи да сөйтеді ғой, аспаннан қалықтап бір дәу қарағұс екі қанатын керегедей керіп, өткір тырнақтарымен келіп, әлгі Тасбақаны іліп ұша жөнеледі. Сол уақытта Тасбақа: «Қарағұс, сен мені қалай жемексің?» деп қорыққаннан даусы дір-дір етеді. Қарағұс айтады: «Қазір мен сені жерге тастап жіберем. Сен болсаң жердегі тасқа барып соғылып, быт-шың шығады. Сол уақытта мен сені жеп аламын» дейді. Соның Қарақұстың өткір тырнақтары Тасбақаны босатып жібереді. Сол уақытта солай құлаған Тасбақа жердегі жаңағы есегіне мініп бақшасын бағып жүрген қарт диқаншының есегінің басына келіп тарс ете түседі. Есек есінен танып құлайды. Есектің үстіндегі қарт диқаншы да оңбай омақасып кеп құлайды. Сол кезде Қарағұс қарқылдап күліп: «Бір Тасбақамен үшеуіңді құлаттым ғой. Енді мен сендерді тоя жеп аламын. Қалғанын ұямдағы балапандарыма апарып беремін» деп қарқылдап күліп, жалп еткізіп қастарына келіп қонады. Сол уақытта не болатынын білесіңдер ме, балалар? Өте қызық болады. Әлгі Қарақұс диқаншының бақшасына тыным бермей, сәбізін ұрлап жүрген қояндарға құрған тұзағына келіп дөп ете түсті аяғы. Әлгі Қарағұс жаны шығып шыр-пыр болып айқайлағанда даусы жер жарады. Диқаншы оны тап беріп ұстап алады да әлгі бау бақшасының төріне апарып қарақшы қылады. Әлгі Қарақұстың дауысынан қорыққан барлық аң-құстар енді бақшасына ешқандай жақындауға дәттері бармайды. Сөйтіп диқаншының бақшасы молынан өсіп, диқаншының ұйқысы тынышталып, керемет өмір басталады. Ал ертегі ұнады ма сендерге, балалар? Иә, сізге көп-көп рахмет. Олай болса, сау болыңдар, балалар. Сау болыңыз.